Құрметті телекөрермендер, бүгінгі әңгіме тақырыбы энергияны үнемдеу. Осы мәселені талқылау үшін бүгін студиямызға ұлттық энергия үнемдеу қауымдастығының атқарушы директоры Сырым Абдрахманов шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Абдрахманов Сырым Зымғалиұлы 1981 жылы Ақтөбе облысында туған, Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институтын бітірген, Білім және ғылым министрлігінің құқықтық және кадрлық жұмыс басқармасы басшысы, Нұр Отан партиясының активтерді басқару департаменті инспекторы болған. Бүгінде Қазақстан Республикасының ұлттық энергияны үнемдеу және тиімді энергия технологиялары қауымдастығының атқарушы директоры. Қауымдастықтың басты мақсаттары қандай? Жоспарлар қандай алда уақытқа? Және бір жетістіктер бар ма бүгін айтатындай? 2012 жылы энергияны үнемдеу және энергияны тиімділігін арттыру заң қабылданған болатын. Одан қалды үкіметтің кешенді шаралар жоспары қабылданды. Соған қарасты СНИП, ГОСТ, техникалық регламент сияқты жағы норматив құқықтық актілер қабылданды. Осының барлық жұмысына біздің ұлттық қауымдастықтың мүшелері атсалысты. Бірінші бағыт ол жағы осы заңды қабылдау болатын. Ал осы заң қабылдаудан кейін ең бастысы осы заңның орындалуын, сол талаптарын қалай іске асырылып жатыр. Тек қана орталықта емес, сонымен қатар жағы барлық аймақтарда, барлық облыстарда деп айтуға болады. Көрермендерде сұрақ туындауы мүмкін. Тұрғындарға осы заң қандай пайдасы бар, қандай талаптар қойылды? Осы заң арқылы қандай жақсы өзгерістер болады? Барлық жағы әлем, сонымен қатар ақш-тан бастап Еуропаға дейін осы энергия үнемдеу бағытына бет бұрды. Ол әлемнің жағы өз деңгейіндегі жасалып жатқан шаралар. Ал бізге келетін болсақ, бұл сол әлем бет бұрғаннан кейін біз әлемге халықаралық қауымдастыққа біржолата жақындауымыз үшін сонымен қатар біздің халықтың қалтасы бір жағынан үнемдеу үшін, себебі ол ең басты халыққа арналған заң. Нақты айтайық, бүгінгі күні Қазақстан азаматтары осы энергия үнемдеу технология болмағандықтан қаржы жоғалтып отыр. Электроэнергиядан білемін, 20% жоғалып отыр. Бірақ сол 20%-ді жүйелерді жоғалатын халық төлеп отыр. Энергия бойынша, жылу энергиясы бойынша қанша жоғалтып отырмыз? Германияны алатын болсақ, мысалға бір ғана шаршы метрге 20 киловатт қана кететін Германияда. Жылуға. Ал Қазақстанда 300-400 киловаттқа дейін. 20 есе артық біз қаржы төлеп жатырмыз деп айтады. Солай. Егер үнемдейтін болсақ, сол қаржы біздің азаматтардың қалтасында қалай, дұрыс қой? Солай. Қазір деген көп деген жағы зәулім ғимараттар, әлде жағы халықтың жағы тұрғылықты үйлері салынып жатыр, иә? Сол үй салынған уақытта сол заңға біз енгізгенбіз техникалық регламенттерге, СНИП, ГОСТарға. Міндетті түрде техникалық жағы жобалық сметаға жағы энергия үнемдейтін сондай жағы материалдар болу керек деп. Мүмкін ол енгізіп жатқан шығар қағаз жүзінде. Бірақ іс жүзінде біз оны көріп жатқан жоқпыз. Жалғыз ғана бір мысал келтірейін. Мына сол жағалауда салынып жатқан кейбір мысалы зәулім ғимараттарымыз, күнделікті біздің жағы барып жүрген жағы кеңестерге қатысып жүрген ғимараттарымыз, ол сол жағы энергия үнемдеу материалдарсыз салынған ғимараттар болып шығып отыр, ол фактілер бізде бар. Арнайы зерттеулер жүргізді ғой. Қауымдастықтың мүшелері өздеріміз барып, сол тепловизорда қарап, қаншама несін, энергиясын өткеріп жатыр, соны біз қарадық мысалы. Қағаздарды бәрі дәлелденген. Сондықтан мына бүгінге таман біздің қай саланы алсақ та, қай ғимаратты алсақ та, тұрғылықты үйлерді алсақ та, 50%-ға дейін энергияны бостан-босқа жағып жатыр. Сыртқа жағып жатыр. Жақында ғана ЖКХ, модернизация ЖКХ сол бағдарламасы шықты ғой. Бірақ дегенмен де сол қорытындысы ішін айтқанда көңілімізден шыққан жоқ. Ол халықтың көңілінен де шығып жатқан жоқ. Модернизация жасаған уақытта мына орталықта барлығы дұрыс қабылданды. Ол тапсырма ретінде мына облыстарға, аймақтарға берілді. Бағдарламаны атқару орнына ол қисқалардың қолдарына беріп қойды. Біз жалпы заң дейміз, құжаттар дейміз, талап, инструкциялар дейміз, бірақ нақты біздің азаматтарға әр үйдің осы энергияны үнемдейтін қандай мүмкіншіліктер бар? Қай
құрылыстың технологиясы сәйкес келмейді, қандай материалдар дұрыс емес, қай жерден көп жоғалтамыз? Мына айтып жатады ғой, халық жаңағы үнемдеу керек, суды үнемдеу керек, жаңағы электр жарығын үнемдеу керек, тағы басқасы бар мысалға, иә. Ол шын келгенде бір 12 ме 20% халықтан шығатын. Сондықтан ол халыққа көп байланысты емес. Пәтердің жылуын ұстайтын ол терезе. Терезеден көбінесе ол деген үлкен бір физик болуының қажеті жоқ, оны білетін мысалға. 50%-дан 70%-ға дейін сол терезеден шығады жылудың барлығы, иә. Соның қалғаны жаңағы Әйнектен де рамасы бар, басқасы бар. Әйнегі бар, рамасы бар, басқасы бар, иә. Қалғаны жаңағы сол 10-20%-ы сол есігі бар, ана басқасы бар деген сияқты, иә. Сондықтан ең бастысы сол терезе мәселесі. Сіз бұқаралық ақпарат құралдарына танымалсыз, блогерсіз, саяси партияда да жұмысты атқарған кезде көпшілікпен көп араластыңыз. Осы бағыттағы түсіндіру жұмыстарына қандай мүмкіншілік пайдалану керек? Бүгін мен ойымша азаматтар көбісі осы энергия үнемдеу туралы көп ақпаратты білмейді. Көп азаматтармен, халықпен кездесіп жүрміз ғой, Қазақстанда араласып жүрміз. Дегенмен де халықтың көбісі білмейді екен. Бұл біріншіден енді әрине қауымдастықтың емес, бұл мемлекеттің жұмысы. Заң қабылданардың алдында мемлекет тарапынан қаржы қарастырылады. Сол заңды халыққа түсіндірме жұмыстары бойынша. Қауымдастық соны көре отырып, электрондық қабылдау бөлмесін ашайын деп жатыр. Сол бұқаралық ақпараттар құралдары арқылы соны жария қыламыз. Халықтан осындай жағы кемшіліктерді, жағы құрылыс компаниялардың жағы дұрыс салмаған жағы қауіпсіздік мәселелері бойынша, қай жерде жағы дұрыс жағы энергия мәселесі, дұрыс жылыту мәселесі дұрыс жасалмаған, соның бүкіл жағы фактілерін жинаймыз. Сондықтан осы фактілерді жинау арқылы біз деген халық енді сұрайды ғой, енді бұл не үшін жасалып жатыр, не сол арқылы біз түсіндірме жұмыстарында өткізуге сонда шарттымыз. Енді кейбір мекемелер, кейбір құрылыс компаниялар заңды орындамай жатыр. Оған осы заңда қарастырылған жауапкершілік бар ма, және кім оған осы компанияларды заңды орындауға талап ету керек? Мен жауапкершілікті айта аламын. 50%-дан жоғары осы құрылыс компаниялары заңды орындап жатқан жоқ. Сол заңды орындататын ол мемлекеттік орган, атқарушы, сол бақылау жұмысы да шамалы, аздау, мүлтіксіз кеткен. Кім бақылау? Техникалық реттеу комитеті бақылау керек. Мысалға, тек қана атқарушы, мына орталық атқарушы органдар емес, сонымен қатар облыстық әкімшіліктер сол жұмысқа құнттық танытып отыр да. Себебі мына құрылыс компаниясы мысалға үйді тапсырған уақытта, сол үйді тапсыру комиссиясына көптеген комиссияларына бір жағынан талап қоймайды, дегенмен де ол талап өз деңгейінде қойылып жатқан жоқ. Бақылау жоқ. Мына көп облыстарда мысалға осы айтып отқан техникалық реттеу комитетінің өкілдері кірмеген. Сол жұмысты енді Алматы қаласы бастап жатыр, дегенмен де көптеген аумақтарда ондай жоқ. Мысалы, бұл жерде бұл тек қана техникалық реттеу мәселесі емес. Бұл азаматтардың құқықтары ғой. Бұзылып жатыр деп айтуға болады. Бұзылып жатыр. Мен пәтер сатып алам, бірақ мен пәтерім тексерілмеген, жаңа технология қолданбаған. Мен қасымдағы басқа пәтерге қарағанда 50% жылуға артық төлеп отырмын. Электроэнергия артығымен төлеп отырмын, себебі сымы дұрыс емес, терезесі жылу емес. Мысалы, осының барлығы тікелей азаматтарға көрсетіліп жатқан зиян ғой. Солай. Сондықтан көптеген жағы құрылыс компаниялары тек қана аймақтарда емес, соның ішінде Астананың өзінде де, елордамызда заңсыз үйлерді салған, себебі энергия үнемдейтін жағы материалдарды сол сметалық жобаларға салмаған, мүлдем сол қитқысыз кеткен сол мәселелер. Сондықтан ол мысалы мемлекет тарапынан егерде сондай жағы заң бұзушылықтарға енді көлденең қарайтын жағдайлар болып жатса, соның тарапынан біз азаматтық қоғам ретінде осы ұлттық қауымдастығымыз сол бақылауды күшейту мәселесі бойынша осындай жағы электронды қабылдау бөлмесін ашайын деп жатырмыз. Мысалы, енді азаматтар осындай жағдайға түскен, жаңадан ғана салынды, заң шықты, пәтер алды, бірақ үй салқын, терезеден жел үйлеп тұр, электроэнергиясы дұрыс жанбайды. Не істеу керек онда адамдар? Осындағы Астанадағы техникалық реттеу комитетінің әр облыстарда өкілдері бар. Сол өкілдерге хабарласу керек. Егерде хабарласпаса, ол жағына жергілікті біз мәслихаттар бар. Оған енді құлақ
қағыс қылмай жатса, бізге хабарласу керек. Біз енді шын айтқанда сол орындау үшін, соны жасау үшін құрылған қауымдастық емес, соны өзіміздің тәнтімізбен, сол былай айтқанда жиналып, осындай халық мұқтаж болмасын деп, осындай проблемаларға, сондай үшін біз құрылғанбыз. Енді осы шаралар энергияны үнемдеу шет елдерде, дамыған мемлекеттерде әлдеқайда басталды. Өз нәтижесін беріп жатыр. Осы халықаралық деңгейде байланыстарыңыз қандай? Қандай бір ортақ жобалар бар? Жалпы халықаралық деңгейде мына біріккен ұлттар ұйым Пан Ги Мунның өздеріңіз білесіз, мәлімдемесі бар. Осы жасыл экономика жөнінде, осы энергияны үнемдеу жөнінде үш мәселе қойған. Бірінші мәселе ол әрине үнемдеу мәселесі. Екіншісі сол үнемдеу мәселесі тарапында жасалып жатқан жұмыстарға заң бұзушылыққа бармау. Бізде заң бұзушылыққа барып жатыр көбінесе құрылыс компаниялары. Сол оның пактісін бұзып отыр деп анық айтуға болады. Және халықтың осындай құқық бұзушылықтарына жол бермеу. Ол бізде бар мысалға. Сондықтан оның тарапынан осындай мәселе көтеріліп отыр. Біз халықаралық қауымдастыққа жақын болу үшін сол оның біріккен ұлттар ұйымының шығарған мәлімдемесіне біз қосылуымыз керек. Міне бүгін ғана сіздің бағдарламамызға мен осы су арнасы Вячеславка деген осындай поселка бар. Содан ғана келіп отырмын. Өз жерде мысалға бір ғана мектеп. Сол жасыл экономика, жасыл коалиция құрылған өзіміз елордамыздағы. Соған қосылып отыр, және де тәнті танытып, өздерінің сол энергия үнемдейтін құралдарын өздері шығарып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының жобасы ғой. Осы біріккен ұлттар ұйымының бағдарламасы арқылы бізде жасалып жатқан дүние. Кәдімгідей ұлтқа, елге көмектесетін гранттар, солар мысалға айтып отыр бізге. Біз елге, Қазақстанға біз гранттар бергіміз келіп отыр, осы жасыл экономика бойынша. Ол деген мысалға көптеген мыңдаған доллар қаражат, ол жай ғана кредитке емес, несиеге емес. Қайтарудың қажеті жоқ. Іс атқарсаң болды. Іс атқарсаң болды, соған істің нәтижесі болса болды деп айтып отыр. Бізде экспо басталып жатыр. Мысалы, экспоға біз осы компаниялар, осы энергия үнемдеу мен айналысатын компаниялар қатыса ма, сондай ортақ жоспарлар бар ма? Мен естіген жақын арада елбасы арнайы осы мәселе бойынша тапсырма берді. Бақытжан Сағынтаев премьер-министрдің орынбасары сол жерде экспоның өзінде, қақ төрінде үлкен кеңес өткізген. Сол бір жағына шетелдік компаниялар болса, екінші жағына барлық аймақтардан келген біздің өндірістік кәсіпкерлер отырғызып, сол сөзге келістірді. Осыдан шыққан тапсырма енді елбасының құлағына шалынып, шүкір дейміз, сол елбасы өзінің көрегендігімен осындай тапсырма шығып отқаны осы. Сондықтан біз енді сол қаражат біздің отандық өндіріске бару керек деген нақты айта аламыз. Және сол бюджеттен қаншама миллиардтаған ақша шығып жатқан шығындар осы Қазақстанда қалады деген сөз деп мен ойлаймын. Ал енді бүгін өте пайдалы ақпарат айтылды деп есептеймін. Бірінші мемлекет тарапынан қазір бақылау күшейту керек екенін түсініп отырмыз. Кәсіпорындар заңды орындау керек. Энергияны үнемдеу бойынша шаралар заң бойынша барлығы атқарылу керек, және азаматтарымыз өз құқықтарын білу керек. Әр азамат, әр құрылысшыдан заңды орындауын талап етуіне мүмкіншілігі бар. Бүгін байқаған шығарсыздар, энергия үнемдейміз деп студиямыздың өзін қараңғылатып қойдық. Әрқайсымызға байланысты. Сол себептен жұмыстарыңызға сәттілік. Қай кезде болса да үнемде жүрсек, елдің байлығын барлығын шашпай төкпей, елдің болашағына жұмсауымыз керек деп есептеймін. Рахмет келгеніңізге. Рахмет.